Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бұл біздің Mosaic Education деген программа. Бұл программаға ең алдымен бізге тіркеліп алу керек. Тіркеліп алғаннан кейін бізде осындай жаңағы 3D-міз ашылатын болады. Бірақ та бұл 3D-ні қолдану үшін біз арнайы бір программа жазу керекпіз. Мысалға біз физиканы таңдадық. Бір немені көру үшін менде уже жазылып тұр. Мына жерде қарасаңыздар. Мына программа MD-Where осы программаны жазып қоясыздар. Калибридің суреті бар мына жерде, нейропрограмма. Осы программаны жазып алғаннан кейін сіздерде 3D жаңағы анимациялар ашылатын болады. Бұл 3D анимациялардың балалардың жаңағы көзқарастарын, жаңағы түсінуін, толық түсінуіне жаңағы ықпалын тигізеді. Бұл жерде көптеген тақырыптар бар. Мен сіздерге нейро тақырыпты көрсетейін деп тұрмын. 4 тактілі двигатель. Бұл жерде яғни интернеттің жылдамдығына байланысты жаңағы загрузка жүреді біраз уақыт. Загрузка біткеннен кейін бізде жаңағы осындай автомобильдің құрылыстары көрсетіледі. Біз оқушыларға түсіндіру үшін двигательді көрсете аламыз, цилиндрді көрсете аламыз. Жаңағы 4 тактілі жаңағы жұмыстарын көрсетуге болады. Бұл жерде жаңағы иінді біліктің айналып тұруы, шатунды итеріп, поршының жұмыс істеуі, екеуі түсіп, екеуі көтеріліп тұрады. Бұл жерде жаңағы ішіндегі ауа мен жаңағы жанар-жағармайдың араласып, жаңағы жануы, кішігірім жарылыс болады. Қарап отырсаңыздар, соның әсерінен жаңағы иінді білікті айландырып отырады. Иінді білік махабикті айландырады, махабик жаңағы басқа да немелерді айландыратын болады. Яғни біздің двигателіміз осылай жұмыс жасайды. Енді осы жерде біз оқушыларға түсіндірген кезде неғұрлым жаңағы такты бойынша жеке-жеке түсіндірулерімізге болады. Немесе қосып беріп, қосып қойып жаңағы көрсетуге болады екен. Бірақ та бұл жерде тілі орысша, сондықтан өзімізді түсіндірген абзал болады. Бірінші тактыны көрсететін боламыз. Бірінші тактысы сору болады. Сору кезінде поршынға жаңағы жанар-жағармай және ауа араласқан жаңағы цилиндрдің ішіне құйылатын болады. Екінші тактыны қарайтын болсақ, екінші тактіде жаңағы сығу процесі болады. Жаңағы максималды сығылады. Үшінші тактіде бізде шамнан, яғни свечадан жаңағы шоқ беріледі, искра беріледі, шоқ. Сол шоқтың әсерінен жаңағы біздің жанар-жағармайымыз жанады. Соның есебінен қысым түсіріп поршынге, поршын төмен қарай түседі. Бұл үшінші такты. Төртінші такты кезінде қарап отырсаңыздар, екі жақ шетінде 2 клапан бар. Төртінші такты кезінде бір клапан ашылып, жаңағы біздің жанып кеткеннен кейінгі түтіндер жаңағы осы екінші клапан арқылы шығып кетеді екен. Енді осыны түсіндіру үшін анимацияға басатын болсақ, движение автомобиля обеспечивает двигатель. В двигателе находится коленчатый вал, вращение которого через карданный вал сообщается колесам. Коробка передач позволяет менять число оборотов колес во время одного оборота коленчатого вала. На низшей ступени передач мощность автомобиля выше, однако его скорость снижается. На высшей ступени передач скорость автомобиля выше, расход топлива меньше, но его ускорение слабее. Четырехтактный двигатель Отто является тем типом двигателей, который наиболее часто используется в автомобилях. Принцип его работы состоит в том, что движение поршней вверх-вниз преобразуется в обращательное движение коленчатого вала. Коленчатый вал приводит в движение карданный вал, а затем через ремень ГРМ и распределительный вал. Распределительный вал
управляет работой клапанов, синхронизированное открывание и закрывание которых обеспечивает всасывание топлива и удаление выхлопных газов в определенном такте работы. В первом такте происходит всасывание. Поршень движется вниз, из-за чего в цилиндре понижается давление. Впускной клапан открывается, и в цилиндр из карбюратора поступает топливно-воздушная смесь. Во втором такте происходит сжатие. Впускной и выпускной клапаны закрыты. Поршень под воздействием коленчатого вала и противовеса начинает передвигаться вверх, сжимая топливно-воздушную смесь, температура которой повышается. Третий такт называется рабочим ходом. Свеча зажигания воспламеняет сжатую горячую топливно-воздушную смесь. Детонация отталкивает поршень обратно. Четвертый такт – выхлоп. Поршень поднимается вверх, выпускной клапан открывается и происходит выброс продукта сгорания. Мы видим, что в двигателе линейное движение поршня преобразуется в вращательное движение коленчатого вала. Энергия, необходимая для движения поршня, обеспечивается за счет сгорания бензина. Важным показателем бензина является октановое число. Бензин с большим октановым числом может быть подвержен большему сжатию, поскольку более противостоит самовоспламенению. Таким образом, достигается более высокая степень эффективности. Осымен біздің жаңағы 4 тактілі двигательдің жұмысын яғни орысша қазақша түсіндіріп өттік. Бұл 3D модельдің ең жаңағы оңтайлы болып табылады екен мұғалімдерге, ұстаздарға. Бірақ та осы видеоларды ашып қарау барысында біз аптасына 5 3D модельден артық осы 3D жаңағы немелерді біз 5-еуден артық жаңағы аша алмайды екенбіз. Яғни өзінің бір лимиті бар екен, лимиті бітіп қалады. Аптасына сонда біз 4-5 анимацияны аша алады екенбіз. 5-еуден асып кетсе жаңағы тоқтап қалады. Яғни біз әр апта сайын 5 өзімізге керекті 3D модельдерімізді қолдана алады екенбіз.